Геродот не дейді? Ол қандай елді мекендерді атайды және осы жағдай қалай болды? Осы бірінші мен сіздерге осы деректі оқиын, содан кейін біраз түсініп берейін. Соның осы скиф сақтар қайтқан кезде скиф сақтармен бірге мынау солтүстік Израиль халқы, еврейлер, ежелгі еврей халқы, солтүстік Израиль, Ассирияға құдаланған. Енді олар сол таяу шығыста қалған жоқ, олар бір қызығы скифтермен бірге осы Орта Азияға олармен бірге қайтты. Көпшілігі 80%. Оны біз мынау қазіргі сол скифтермен қайтып келіп Орта Азия, Қазақстан өңіріне орналасқан ежелгі еврейлерді бұхарлық еврейлер дейміз. Кейінгі кезде олар қазір қайтадан осы қазіргі заманымызда Израильге көбі қайтып оралды, және олар осы шежірені Орта Азияға қалай келгені туралы, қандай уақытта келгені туралы өздері баяндайды. Бұхарлық еврейлердің ежелгі тарихынан, олардың өзінің баяндауларынан осы оқиғанда біз біле аламыз. Ал енді Геродоттың дерегіне сүйенеді. Қандай осы скиф сақтар, тиграхауттар Орта Азияға және Қазақстанның батыс өңіріне қайтып оралуында қандай оқиға болды? Міне осы оқиға туралы сіздерге Геродоттың кітабынан мен сіздерге Геродот өзі не жазады, соны аударма бойынша оқып берейін. Геродот бұлай дейді: араға 28 жыл салып барып, өз еліне қайтып оралған скифтерді ата мекенде лидиялықтардан да күшті зауал күтіп тұрды. Жасанған жау жасағы қарсы алды. Өйткені күйеулері ұзақ жылдар бойы жорықтан қайтпаған соң скифтердің әйелдері құлдарымен көңіл қосады. Құлдар мен скиф әйелдерінен жаңа ұрпақ өсіп шығады. Өзінің шыққан тегін біліп алған боз балалар Мидиядан қайтып оралған скифтерге қарсы шығады. Олар ең алдымен Таврия тауы мен Диадит көлінің арасына ор қазып қоршап қояды. Көл жағалап өтпек болған скифтерді жас құлдар жібермей тосқауыл құрады. Қанша айқасса да скифтер қарсыластарын жеңе алмапты. Сонда олардың біреуі тұрып: скиф жасақтары, біз не істеп жүрміз өзі? Өзіміздің құлдарымызбен соғысып жүрміз. Олар бізді өлтірген сайын біз әлсірей береміз. Егер біз оларды қырып тастаса, бізде жұмсайтын құл қалмайды. Сондықтан да найзамыз бен садағымызды тастайық та, әр қайсымыз дырау қамшымен олардың сазайын берейік. Бізді қару жарағымызбен көргендіктен олар өздерінің ерікті адамбыз, яғни бостандықта туғанбыз деп есептейді. Егер де олар қарудың орнына қолымыздағы қамшыны көрсе, өздерінің құл екенін есіне түсіреді де қожайындарына қарсы шықпайды. Бұл сөзді естісімен скифтер оған көне кетеді. Қамшыны көрген құлдардың зәресі ұшып, соғысты да ұмытып, бет-бетімен қаша жөнелді. Сонымен скифтер Азияның қожасы болды. Мидиялықтар ығыстырған соң, әлгіндей күйінде отанына қайтып оралды. Міне сол үшін Дарий скифтерден кек алуға ұмтылып, қол жиып, өзінің әскерін соларға қарсы жорыққа аттандырды. Бұл Геродоттың тарих деген еңбегі 4-ші томы 1-ші бөлігінде. 8-9 беттерде міне Геродот осылай деп баяндайды. Енді осы оқиға Геродоттың баяндаған таяу шығыстан, Мысырдан кері қайтқан сақтардың оқиғасы туралы Алпамыс жырында, ертегілерде, сөнген батырлар жырында баяндалады. Өйткені біздің арғы ата-бабаларымыз өзінің ұрпағын сондай өз тарихта қалған дастандар арқылы, тарихта қалған оқиғалар арқылы жырлар жазып, және сөздің ұрпағын солай тәрбиелеген.
жалпы осы батырлар жырының мәнін кейінгі кезде көтеру керек. Өйткені онда біздің ата-бабаларымыздың осы ежелгі тарихы баяндалады. Енді өздеріңіз ойлаңыздар, қазіргі біз заманда біз қалай өмір сүреміз? Біздің әрқайсымызда қазір iPhone емес, iPhone'дар бар, компьютер бар, интернет жүйесі бар. Біз кез келген уақытта, қай жерде болсақ та, қандай уақытта да, қандай жағдайда да біз өзіміздің елімізге, отбасымызға қайда жүргенімізді, қандай жағдайда, қай уақытта қайтатынымыз туралы хатты жібере аламыз. Ал енді ежелгі скиф сақтардың заманында ондай мүмкіндіктер жоқ. Сондықтан мен ойлаймын, сол скиф сақтардың 28 жыл бойы өзінің Батыс Қазақстан, Орта Азия өңірінен таяу шығысқа келуінен ешқандай хабар өз елінде болмаған сияқты. Өйткені мүмкін таяу шығыстағы олар өздері туралы хабар беру мүмкіндікте болмаған. Өздеріңіз қараңыздар, Орта Қазақстанның батысынан, Орта Азиядан таяу шығысқа қарай кем дегенде 6-7 аяқпен жүреді. Енді мыңдаған километр, мыңға жуық мүмкін, мыңнан астам шығар. Мен есептеп көрген жоқпын, кем дегенде 1000 километр болады. Міне сондай аралықты тау, тас, өзендер бар кешіп өтеді. Ол болған оқиғаны хабарлап тұратын мүмкіндіктері болмаған сияқты. Енді Геродоттың айтуынша, олардың Орта Азияда ежелгі Қазақстан өңірінде сақтардың отбасы, бала-шағасы, құлдары, мал жайы қалды. Енді оларға 28 жылға олардың жаңағы әскері, патшалары, көсемдері жорыққа кетті. Хабар ошар жоқ. Енді олар не істейді? Сондағы өздерінің құлдарымен жаңағы сақтардың, скиф сақтардың әйелдері көңіл қосып, олардан жаңа ұрпақ өсіп шығады. Енді сол ұрпақ Геродоттың жазбасына қарасақ, 25, 20, сондай 28 жастағы жігіттер. Үлкен қайтадан бір тайпа, бір әскер пайда болды. Және скифтердің, сол скифтер, скиф сақтар таяу шығыста осындай қиястардан кейін оқудан кері қайтып келе жатып, еліне жақындаған кезде мүмкін бір шабармандарын жіберген сияқты. Біз қайтып оралдық деп. Бұл әрине ежелгі Орталық Азия мен Қазақстандағы сол сақтарға бір ерекше жаңалық болды. Және олар таяу шығыстан осындай жағдаймен қайтып келе жатқан. Бір жағынан қуанышты, бір жағынан өкінішті. Өйткені жауап беру керек. Жаңағы құлдар мен әйелдердің көңіл қосуы және олардан өсіп шыққан жаңа тайпа бір елдің. Сондықтан енді мен ойлаймын, жаңағы скифтің әйелдері, сақтардың әйелдері айтқанша өздері кінәлі. Жаңа бізге ешқандай хабар-ошар берген жоқ. Енді жаңағы мына жас қарт құртаң, олардың енді бізге қажеті жоқ. Мүмкін реніші болған шығар. Жаңағы Геродоттың жазбасына қарасақ, олар сол құлдан туған әскерлерді, өздерінің балаларын жаңағы скифтерге қарсы оларды қырып салуға бұйрық берген сияқты. Енді ол кезде Орталық Азияда қандай көсем болды, оны біз білмейміз. Енді ол біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда болған оқиға. Және осы уақыт Зороастризмнің Орталық Азияда пайда болған уақыты кезеңі сай келеді. Енді оған да біз тоқталамыз. Қазір енді міне осы жаңағы Таврия деген тау, енді ол қай? Мүмкін Орал тауы шығар. Мүмкін сол жаңағы өзендерден өтіп сол таудың етегіне жеткен кезде, жаңағы Геродоттың айтуынша, олар үлкен жаңағы жас
скиф сақтардың жаңа бір әскерімен тап болады. Және олар не дейді мына жерде? Не деп жазылады? Мидиядан қайтып оралған скифтерге қарсы шығады дейді. Олар ең алдымен Таврия тауы мен Диадит көлінің арасына ор қазып қоршап қояды. Мүмкін бұл көл жағалап өтпек болған скифтерді жас құлдар жібермей тосқауыл құрады. Сіздер енді Таврия тауы мен Диадит көліні ол қазір қандай көл, қандай тау екенін салыстырып кейінгі мына мен картамен көрсеткен уақытта мен сіздерге түсіндіріп беремін. Біз ары қарай жылжайық. Көл жағалап өтпек болған скифтерді жас құлдар жібермей тосқауыл құрады. Қанша айқасса да скифтер қарсыластарын жеңе алмады дейді. Бұны Геродот айтады. Сонда жаңағы құлдардан скифтердің әйелдері мен құлдардан туған мынау жас тайпа мықты тәжірибелі таяу шығысты тітіреткен сақтарға үлкен тосқауыл болды. Және қанша айқасса да скифтер қарсыластарын жеңе алмады. Сонда олардың біреуі тұрып айтады, біз енді бір-бірімізді қырып саламыз ба? Мүмкін осы сөзді мүмкін Спаргапис айтқан шығар. Ол айтады, енді олар бізді жаңа өзінің нақты қарулы қарсыласы сезді, қожайыны емес олардың бұрынғы. Және олар өздерінің құлдық дәрежесін жаңа біз соғысқан соң бір дәрежеде көріп, олардың да қарулы мықты екенін сезіледі. Сонымен енді оларды жаңағы біз билеуші екенбіз. Және олардан үстем екенбіз, олардан құл екенін есімізге түсірейік дейді де, айтады, қаруларымызбен оларға қарсыластық жасамайық. Осы соғысты тоқтатайық та өзіміздің нағыз олардың билеушісі екенімізді көрсетейік. Енді оларға біз қамшымен қарсы шығайық. Оны Геродот жазады. Енді осы қамшы ұстап, тыраулатып, құлдарын тәртіпке келтіріп жатқан, тіпті балаларында қамшымен сабап тәртіпке келтіріп жатқан біздің тарихымызда, ата-бабаларымызда болған ғой. Шын мәнісінде жаңағы біздің ежелгі сөздерімізде, мақалдарымызда осы қамшы туралы, қамшының сабы туралы көп айтылады. Енді мына жерде қамшының сақтардың қолындағы үлкен бір рөл ойнағанын Геродоттың өзі де жазады. Енді жаңағы Спаргапистің, мен ойлаймын, Спаргапис мүмкін айтқан шығар, кеңесіп келіп. Олар қаруларын қынаптарына салып, жаңағы құлдан туған сақтардың ұрпағына таяу шығыстан келеткен, көшіп келе жатқан сақ әскерлері енді қарусыз қамшыларын көтеріп қарсы тұрады. Сол кезде қамшымен қарусыз шыққанын көрген құлдан туған сақтар өздерінің құл екенін мүмкін еске түсті ме? Сонымен олар Геродоттың жазуынша қашады. Оны Геродот былай дейді, сондықтан біз найнамыз бен садағымызды тастайық та әрқайсымыз дырау қамшымен олардың сазайын билейік. Бізді қару-жарағымызға көргендіктен олар өздерін ерікті адамбыз, яғни бостандықта туғанбыз деп есептейді. Егер олар қарудың орнына қолымыздағы қамшыны көрсе өздерінің құл екенін есіне түсіреді де қожайындарына қарсы шықпайды дейді. Бұл сөзді естісімен скифтер оған көне кетеді. Қамшыны көрген құлдардың зәресі ұшып, соғысты ұмытып, бет-бетімен қаша жөнеледі деп Геродот баяндайды. Бұл аңыз біреудің ойлап тапқан әфсанесі емес, Геродоттың бізге беретін дерегі. Міне сонымен таяу шығыстан скиф сақтар өзінің елді мекеніне қайтып оралады. Мен ойлаймын, олар өзінің әйелдерімен осы болған оқиғаны үлкен бір дау-дамай болған шығар, бірақ оны біз шешкенін көреміз. Әйелдерін кешіріп, және құлдан туған жаңа сақ тайпаларын біз деректерден көреміз, олар кейін кезде сармат тайпалары деп аталады. Және сол тайпаларды сарматтар деп, оларға кешірім жасап қайтып келген скиф сақтар. Олардың жаңағы кісі өлтірме, жаңағы кешірімді бол деген 10 өсиеттегі
сабырлық, байсалдылықтарды олардың мінезінде де болған сияқты. Сондықтан олардың сенімі көрінісі ретінде сол құлдан туған тайпаны кешіріп, оларды сол өңірден Қазақстанның батысына көшіріп жібереді. Кейін сол батыс өңірде орналасқан осы құлдан туған скифтердің әйелдері мен құлдан туған бір ел тайпа, ол Сармат тайпасы деп аталған. Кейін король Артурдың патшалық құрған Англияда жаңағы өзінің патшалығын құрған туында осы сарматтардың ерекше рөл ойнағанын біз тарихтан көреміз. Және мына ғалымдардың мына Днепр бойындағы, Қырым өңіріндегі осы сарматтардың қорғандарын қазір зерттеп жатыр. Және осы сармат тайпаларын қазір Украинада көбінесе осы сарматтардың қорған, тура скиф сақтардың қорғандарымен бірдей. Және олардың генетикасы, антропологиясы, осы Қазақстан өңірінде, Орта Азиядағы тигра халықтармен бір тұтас екендігі олардың жаңа археологиялық қазба, жазба деректерінен көрінеді. Және сонымен қатар осы таяу шығыстан қайтып оралған скифтер сарматтарға кешірім жариялап қана қоймай, мына Ыбырайым Ысқақ Жақыптың мәңгі тірі құдайы бар екен, және ежелгі көне жазбаның бар екенін оларға баяндаған сияқты. Өйткені олардың тұрмыс тіршілігінен, олардың жаңа басқару жүйесінен осы ежелгі 10 өсиеттің көріністерін тіпті сарматтардан көре аламыз. Сондықтан Украин халқының, ежелгі славян халқының қалыптасуына скифтердің тікелей қатысы бар, әсіресе сарматтардың. Сондықтан Днепр бойындағы сақ қорғандары мен Қазақстан өңіріндегі сақтардың қорғандарының өте ұқсастықтары бар. Біз бір туысқан халық болып шығамыз. Енді осы тұста сіздер қалай ойлайсыздар? Мына пұтқа табынушы болып кеткен скиф сақтар таяу шығыстағы 28 жыл уақытында солтүстік Израильмен қарым-қатынаста болып, және еврей халқы, ежелгі еврей халқы бірге осы Орталық Азия мен Қазақстан өңіріне келіп орналасты. Және бір қаланы мен сіздерге айтқым келеді. Және сол қаланың біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр деп аталынады. Және оның ең алғашқы археолог қазбаларда қарағанда сол уақытты көрсетеді. Және сол атау әлі күнге дейін аталып келеді. Бір самариялық кент деген бар. Солтүстік Израиль халқы ол самариялық деп аталды, өздеріңіз білесіздер. Міне сол самариялық еврейлер солтүстік Израиль 10 тайпа скифтермен бірге Орталық Азияға келді. Міне солар ең алғашқы бір тоқтаған уақытында, және осы қазіргі Өзбекстанның Самарқан қаласының негізін қалаған осы самариялық еврейлер, немесе тарихта Орта Азиядағы бұхарлық еврейлер. Және сол атау самариялық кент, Самарқанд деп аталынады. Тарихта, киелі кітапта біз солтүстік Израильді самариялықтар деп білеміз. Ал енді осы Самарқан қаласының негізін осы Орталық Азияға келген солтүстік Израиль самариялықтардың салған қаласы деп ашық айта аламыз. Сол Орталық Азия мен Қазақстан өңіріне келген самариялық еврейлер, бұхарлық еврейлер кейінгі кезде осы тайпаларға үлкен рухани жаңағы әсер етті. Мысалы, солтүстік Орталық Азия мен Қазақстанда, тіпті Бұхарада, Хива және мына Түркістан өңіріндегі кейбір жерлерде ежелгі сол еврейлердің, ежелгі самариялықтардың пайғамбары, мынау Айыптың моласы, анау
Дәуіт патшаның жүріп өткен жері деген аңызда қалған. Тіпті Өзбекстандағы кейбір жерлерде бар, жаңағы Даниилдың келген ізі бар дейді. Сондай аңыздар ол бекер емес. Сонымен осы орталық Азия, Қазақстан өңірінде ежелгі еврей халқы мен ежелгі сақтардың қарым-қатынасы, рухани қарым-қатынастары дами бастады. Енді осы уақытта мен сіздерге біздің қазір тарихымыздағы күнделікті жиі есімізге алатын, тіпті жылына бір рет біз тойлаймыз, Наурыз мейрамы не? Ал енді Наурыз көресін жиі қолданып тұрамыз. Сол Наурыз мерекесі бұл Орта Азиялықтардың ежелгі мейрам болып есептеледі. Және осы Наурыз мейрамын зерттей келген кезде оның шығу тарихы біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырлар. 7-ші ғасырлардың алдыңғы басы болып келеді. Енді осы Наурыз мерекесін біз тойлағанда бүткіл Орта Азия халықтары тойлайды. Араб мемлекеттері олар бұл мерекені тойламайды. Және бұл мереке әсіресе Орталық Азия халықтарына тән. Ежелгі күн мен түннің теңескен уақыты Наурыз мерекесі. Енді осы мереке біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр ежелгі Зарастризм діннің келе жатқан мереке. Енді осы тұста қандай сенім нанымдар болды? Әрине, шаманизм, рухтарға сенім нанымы осы кезде болды, және осы уақытта Заратуштра деген дала пайғамбары деп аталынады. Жаратушының айтқышы деп айтылады. Содан бастап Зарастризм, Заратуштра дейді, ирандық, кейін ирандықтар осы дінді қабылдайды. Енді ең алғашқы осы Зарастризмнің пайда болуы ол батыс Қазақстан. Өйткені біз бұл дінді зерттемесек де, осы ежелгі ата-бабаларымыздың сенім нанына біз көңіл бөлмесек де, біздер үшін басқа ғалымдар зерттеп, біздер үшін сөйлеп жатады бір қызығы. Және осы Зарастризм дінінің, Зарастризмнің шығуын кейінгі ғалымдар 3 кезеңге бөледі. Бірінші кезең ол ежелгі біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр, және ол ежелгі Қазақстанның батыс өңірінен басталатыны туралы баяндалады. Өйткені Авеста, Гата жазбаларындағы сол елді мекендер, өзендер, жаңағы географиялық орталықтар, сол кездегі шаруашылықтар сол Авеста, Гата жазбасында толығымен Геродоттың жазбасы сияқты осы орталық батыс Қазақстан өңірін жариялайды, әсіресе Жайық өңірін айтады Авеста, Гата жазбаларында. Соған қарап Зарастризм ең алғашқы пайда болуы батыс Қазақстан және Қазақстанның батыс өңірі деп айтылады. Одан кейінгі екінші кезең ол жаңағы парсылардың қабылдауы және парсылардың дініне айналуы, және үшінші кезең ол енді мынау Зарастризмнің бұрынғы астрологиялық көзқарастарынан мүлдем алшақ кетуі. 3 кезеңге өстіп бөлінеді. Енді бізді қазіргі қызықтыратын осы Зарастризмнің, Заратуштра пайғамбардың туып өскен жері, және Авеста, Гата жазбасы, сондағы деректер, және осы алғашқы сақ өңіріндегі пайда болған Зарастризм діні. Және оның бір қызығы Орталық Азия мен Қазақстанның, әсіресе Қазақстанның батыс өңірінде. Өйткені Авеста, Гата жазбаларында осы өңір толығымен баяндалады, және көшпелі шаруашылық баяндалады, сондағы олардың өмір салты баяндалады, және осыны зерттеп толық осындай үлкен ғылыми еңбек жазған Англияның ғалымы профессор Мэри Бойс. Және сол кісінің осы Зарастризмнің
діннің шығуы Қазақстанның батыс өңірі екенін дәлелдеуіне көптеген ғалымдар толығымен келіседі. Бұған әсіресе батыс ғалымдары. Өйткені осы Мэри Бойстың зерттеуіне дейін олар Заратуштра пайғамбардың туып өскен жері, ол кейбіреулері таяу шығыс дейді, кейбіреулері тіпті мына германдық неміс ғалымдары ол мына Европа деді, Әзербайжан ғалымдары Әзербайжанда дейді. Біз үндемей жүре береміз, үндемейміз. Ал енді сол Авеста Гата жазбасы бар. Ал енді сол жазба болмайтын болса, бұл алғашқы шығуы ол дәлелденбес еді. Енді сол Авеста Гатаны қарап зерттеп келіп, сондағы ежелгі қорғандарды зерттеп келіп, Мэри Бойс жайық өңірі деп толығымен айтады. Енді осы Авеста Гата жазбасындағы қандай оқиғалар баяндалады, және осы Зарастризм дінінің сенім нанымның негізі не? Қайда шығып отыр мына нәрсе? Енді қараңыздар, осы Авеста Гата жазбалары бойынша ең алғашқы Заратуштра пайғамбар ол мынау ежелгі гректерде ең алғашқы жұлдыздарды астрология ғылымының негізін салушы ол Заратуштра деп аталады. Және әсіресе осы мынау жұлдыз ғаламдарды, жұлдызшылар дейді қазақша айтқанда, ал енді ғылыми тұрғыда астрология, осы астрология ғылымының негізін қалаған Заратуштра дейді. Ал енді Заратуштраның сол ең бастамасы ол мынау аспан кеңістіктерін, жұлдыздарды зерттеу. Кейін сол жұлдыздарға зерттеу алып, парсы заманында ол бір дінге айналып кетті. Енді шын мәнісінде бұл өте бір керекті, өте бір пайдалы, өйткені табиғатты, сол табиғаттағы құбылыстарды аспан денелерінен қарап отырып, ауа райының өзгеруін және жаңағы табиғатқа әсерін, мал жайды қалай баптау керек, осы туралы Авеста Гаталарында жазбаларында айтылады. Және біздің ежелгі сақ, ежелгі көшпенді тарихқа қарап отырсақ, біздің ата-бабаларымыз еш уақытта осындай дархан ұлы далада жүріп адасқан емес. Әлі күнге дейін сол Заратуштраның тәжірибесіне қарап, аспандағы жұлдыздарға қарап, аспан денелерінің қозғалысына қарап, табиғатты, ауа райын, сондай құбылыстарды айта алады. Және осы көшпенділер еш уақытта далада жүріп, еш уақытта адасқан емес. Өйткені аспан денелері олар үшін Заратуштраның білімі арқылы оларға үлкен бір жаңалық болып келді, және осы қолданыс олардың салт дәстүрінде, өмірінде болды. Міне, сондықтан алғашқы бастама Зарастризм тұсында міне осы сақтардың таяу шығыстан келу уақыты бір уақытқа түйіседі. Және осы ежелгі Ибраим иудаизмнің діні пайда болу бұхарлық еврейлермен сақтардың қарым-қатынасынан және осы Зарастризм арасындағы бір ежелгі байланысты біз көреміз. Өйткені сақтар әрине өз еліне келгеннен кейін олар не істейді? Міндетті түрде осы таяу шығыстағы оқиғаларды баяндайды және сенім нанымдарды сол жерде жариялайды. Өйткені пұттарға табынудың және аспан денелерінен бір жаратылысты жасап, одан бір құдай жасап табынудың керек жоқтығы екен. Өйткені ежелгі Таурат жазбасы бар екен, және Ибраим, Исхақ, Жақыптың тірі құдайы бар, және осы құдайға табынудың жолдарын олар жариялайды. Міне сол кезде ежелгі сақтар иудаизм дінде болғаны дәлелденеді, және солардың өмір салттарынан он өсиеттің ұрлық жасама, біреудің бекерге сұқтанба, сол өздерінің ежелгі билік заңында қолданғаны ежелгі уақыттардан көрінеді. 10 өсиеттің. Және осы
Ыбырайым Исхақ Жақыптың Құдайына табыну және сүндетке отыру рәсімі осы ежелден бері сақтардың өмірінде болғанын ежелгі жырлардан білеміз. Тіпті Манас жырында да осы скиф сақтардың сүндеттеу рәсімі өткен айтылады. Бұл өте қызықты. Енді мына зарастризм, ежелгі астрология ғылымы осы иудаизм дінімен бір араласып кеткені осы уақытта көрінеді. Өйткені Авеста Гата жазбаларын қарап отқан кезде біз ежелгі көне өсиеттегі Ишая пайғамбардың әсіресе жазбасындағы бір нұсқалардың қайталанатынын байқаймыз. Өйткені Авеста Гата жазбалары араб шапқыншылығы кезінде өртеніп кеткен, солардың қалдықтары басқа елдерде сақталған. Міне сол салыстырған кезде көне өсиетпен сол Авеста Гата жазбаларындағы кейбір ұқсастықтар көрінеді. Ол қандай ұқсастық? Мысалы, Ишая пайғамбардың өздеріңіз білесіздер 9-шы тарауында не деп айтылады? Ишая пайғамбардың 9-шы тарауында Иса Масихтың сәбидің дүниеге келетіні туралы және осы сәбидің ерекше Құдайдан берілетін билігі туралы және ол Құдайдың жіберген елшісі және ол Құдайдың адамзатқа деген рақымы, адамзатқа деген құтқарушысы екені Ишая пайғамбардан Исаның дүниеге келуінен 700 жыл бұрын баяндалады. Міне осы тұс зарастризмнің сенім нанымдарының пайдалану, жаңа астрология ғылым мен иудаизмнің бір синкретикаға араласып кеткені осы жерден ежелден біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда қалыптасқанын көреміз. Енді осы құтқарушының келетіні туралы және Иса Масихтың айқыштағы құрбандығы Ишая пайғамбардың 53-ші тарауында оқып отырсаңыздар, Исаның өзінің ішкі жан дүниесі, сондағы айқыштағы қиналғаны және сол кездегі осы адамзатқа деген құтқару туралы жоспар ой айтылады. Өйткені сол тарауда айтылады, оны біз бағалай алмадық пайғамбарлық сөзінде. Және оның құтқарушы екенін біз оның түріне қарап тани алмадық. Және оның қаныменен біз сауықтық дейді. Ол және сол Исаның айқыштағы қиналу осы 53-ші тарауда толық ішкі жан дүниесі баяндалады. Ал енді 9-шы тарауда осы сәбидің қалай дүниеге келетіні және ерекше бір көкте құбылыстың пайда болатыны туралы да баяндалады. Соны енді мына Авеста Гата жазбаларын оқып отырған кезде зарастризміне сол Ишая пайғамбардың және басқа ежелгі пайғамбарлардың Даниилдің, Езекиилдің, Иеремияның жазбаларындағы осы пайғамбарлық сөздер, құтқарушының адамзатты күнәдан құтқаратын құтқарушының Құдайдан келетін туралы осы пайғамбарлық сөздері осы Авеста Гата жазбаларында да кездеседі. Және Заратуштра, дала пайғамбары деп аталып кеткен Заратуштра, ол айтады, осы құтқарушы және Авеста Гата жазбаларында құтқарушы келеді, ол Құдайдан келеді. Және жаңағы жақсылықтың Құдайы бар және жамандықтың Құдайы бар дейді осы Авеста Гата жазбаларында. Және осы жақсылықтың Құдайы мен осы дүниелік рух жамандықтың Құдайының арасында, екеуінің арасында жиі қақтығыстар болады. Бірақ жақсылықтың Құдайы жамандықты жеңеді. Өзі көктен құтқарушын жіберу арқылы. Және көкте үлкен құбылыс болады. Онда жаңа жұлдыз пайда болады деп, сол Авеста Гата жазбаларында осы иудаизмдегі сенім нанымды Ишая пайғамбардың жазбасына сай қайталау болады. Bir қызық осында қайталау бар. Және соны өзінің ізбасарларына Заратуштра аманаттап кеткен. Құтқарушы келеді, көктен келеді, сәби дүниеге келеді, және осы сәби дүниеге келген кезде
жаңадан жаңа жұлдыз туады көкте. Міне сол жаңа жұлдыз туған кезде адамзаттың құтқарушы дүниеге келеді деп соны аманаттап кеткен. Және осы жұлдыздарды жаңа жұлдыз санаушылар дейміз. Солар астрологтар жаңа неше түрлі схемалармен, неше түрлі жаңа әрбір жұлдыздардың қай жерде тұрғанын зерттей келіп, сол өмір, сол Заратуштраның аманатын қай уақытта жарық жұлдыз келетін туралы олар зерттеп, ғасырдан ғасырға келген. Ең соңында біз киелі кітапта Матайдың жазбасы 2-ші тарауында біз жаңа жылда тойлаймыз, Исаның дүниеге келді. Сонда шығыстан не дейді? Шығыстан жұлдыз санаушылар келді дейді. Олар кімдер? Міне сол ежелгі Зарастризм дінінің адамдары. Енді осы уақыт туралы біз Исаның дүниеге келу, басқышылықтың басталу уақытында сіздерге мен сол аятты оқып отырып сіздерге баяндағым келеді. Енді осы Зарастризмнің жаңағы кейінгі кезеңде парсылардың дініне айналып кеткені. Және осы Авеста Гата жазбаларындағы бір діни ұғымдардың жаңағы осы жұлдыздардың астрология ғылымына осы иудаизм дінінің өте көп араласуы осы персиялық уақыт, Ахеменидтердің уақыты, немесе сол Зарастризмнің 2-ші кезеңі, персиялардың дініне айналу келесі кезеңде көп баяндалады. Енді біз ары қарай жылжиық. Енді осы Зарастризм мен иудаизмнің араласып кетуі және сақтардың Ыбырайым Исқақтың Жақыптың құдайы, иудаизмнің еврейлермен, бұхарлық еврейлермен қарым-қатынасы ол ұзақ жылдар дамығанын біз байқаймыз. Және мысалы таяу шығыста біз Хаммурабидің заңдарын білеміз, осы басқару жүйесіне байланысты. Ал енді ежелгі Страбонның немесе жаңағы Геродоттың жазбаларына қарап отырып, сақ қоғамының олардың өзінің бір ерекше құндылықтары болғанын білеміз. Олар жабайлар, тағылар қалай болса солай лағып жүрген зұлымдар емес. Осы кейінгі Страбонның жазбаларында олардың бір өркениеті, мысалы сақ бірлестігінің негізі және онда ерекше жаңа таяу шығыстағы құндылық, адамгершілік заңдылықтарының олардың қоғамда болған, басқару жүйесінде болған біз білеміз. Және иудаизмнің ежелгі сақ сенім нанымына үлкен ықпалы көнеден бар екенін біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасырда әсер етіп келе жатқанын біз осы жазба деректер арқылы білеміз. Енді осы тарихымызды қарап отырған кезде жаңағы Геродот айтады, мынау Далидің шапқыншылығы дейді. Содан кейін барып жаңағы Кирдің шапқыншылығы туралы айтады. Өйткені скифтер осы туралы айтады деп жаңағы Геродот өзінің жазбаларында айтып отырады. Енді мына мысалы Кирді білесіздер, Ездраның жазбасында таяу шығыста ассириялықтардың заманы өтеді, медиялықтардың, вавилондықтардың заманы өтеді. Және осы вавилондықтардың таяу шығыстағы уақытында енді солтүстік Израиль ғана емес, оңтүстік Израильдің де пұтқа табынушылық дәрежесінің көбеюінен Құдай оларды осы Бабылға, құлдыққа айдалынған. Одан кейін барып Бабылдықтардан кейінгі парсылардың тарихи аренаға шығу кезеңі болады. Және Кир патшаның тұсында 70 жылдан кейін осы Кир патшаның бұйрығымен ежелгі еврей халқы құдалыққа қуғындалған. Ол өз еліне қайтады. Осы туралы сіздер Ездраның жазбасында оқисыздар. Және Кирді Құдай айтады, мен оны өзімнің қымбат ыдысым